Қазақстан Республикасының Конституциясы елдің тәуелсіздігі мен мемлекеттің тұрақтылығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілі болып тұратын негізгі құқықтық құжат. Биыл ата заңымыздың қабылданғанына 30 жыл толып отыр. Бұл мемлекетіміздің құқықтық және демократиялық дамуының маңызды белесі, әрбір азамат үшін айрықша тарихи кезең. Статья 14 Конституции Республики Казахстан гарантирует равенство всех перед законом и судом, а также запрещает дискриминацию по любым признакам, таким как происхождение, пол, национальность, язык и убеждения. Каждый гражданин Казахстана имеет право на равные права, в том числе на жизнь, личную свободу, а также защиту от произвольных вмешательств в свои права. Конституция кез келген мемлекеттің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат. Мемлекеттің құрылымын нығайтып, біздің міндеттеріміз бен құқықтарымызды айқындайды. Заңды білу, заман талабы, өз елінің жерінің жетістіктеріне сүйсіне білуге, Конституцияны іске асыра білуге талпынып, өз құқығын қорғай білуге баулу. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті борышы мен парызы. 36 бап. Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысанындағы бір тұтас мемлекет екендігі айтылған, және де сырттан қол сұғылмау туралы жазылған. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 бабы. Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет екендігі айтылған. Оның ең басты қазынасы адам және оның құқықтары мен бостандықтары туралы екендігі айтылған.